Bas, düzel. Tüktür. Кезекші. Men. Sap, düzel. Tük tur. Rеттік санмен саналамыз. Бірінші. Он екінші, 13-ші санақ аяқталды. Sap. Назар, ортаға. Дене шынықтыру сабағына қатысып тұрған 6-шы А сыныбы. Сыныпта барлығы 25 оқушы, қатысып тұрғаны 13 оқушы. Мәлімет беруші кезекші Ахмет Мейрамбек. Қабылданды. Саламатсыздар ма? Sap, еркін тұр. Тіктір. Оқушылар басы ауырып, мазасы болмай, жағдай болмай тұрған оқушы бар ма? Жоқ. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Оқушылар экранға назар аударамыз. Сабақтың тақырыбы ойын техникасын дағдысын дамыту. Сабақтың оқу мақсаттары арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттіліктер таңдай білу. Сабақтың мақсаты оқушылар баскетболдағы негізгі техникалық әрекеттер, допты алып жүру, беру, және қағып алуды қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, дұрыс реттіліктерді орындай алады. Оқушылар, барлығымыз дене шынықтыру сабағында қауіпсіздік ережесін білеміз ғой? Олай болса, алдағы уақытта бүгінгі сабақта қауіпсіздік ережесін қатаң түрде сақтаймыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сай баскетбол ойынына шығу тарихына қысқаша ғана көз жүгіртіп өтсек, өздерің көріп тұрғанда экранда баскетбол ойыны 1891 жылы пайда болған, негізін салушы Джеймс Нейсмит. Баскет кәрзеңке деген мағынаны білдіреді, бол деген доп деген мағынаны білдіреді. 1936 жылы алғаш олимпиада құрамына енген, өздеріңіз білетіндей қазіргі уақытта баскетбол ойыны күннен күнге, яғни жылдан жылға ережесі өзгеріп жатыр. Экрандағы баскетбол алаңының өлшемі қазіргі қолданыстағы ұзындығы 28 метр, ені 15 метр. Алаңда әр ойыншы, әр командада 10 және 12 ойыншыдан болады. Алаңда 5, қарсыласта 5 ойыншы болады. Осылай ойын жалғасады. Түсінікті ғой? Зел, тіктір. Оңға 1-2. Солға 1-2. Солға. Секіріп айнал. Орнында әдем бас. Сол аяқ. 1, 1, 2, 3. Бастаушы оң иық әдем бас. Араға сақтаймыз. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Жүру жаттығын бастаймыз. Қол жоғары созамыз, аяқ мүшімен алақан ішке қарайды, шынтақ тізе бүгілмейді. Араға сақтаймыз. Абылайхан, қолыңды соз. Жақсы, аяқтаймыз. Қол желкеде, қол белде, қыздар. Өкшемен жүреміз. Келесі жаттығу. Толық отырып жүреміз. Қол тізеде. Жүгіреміз. Мұрынмен тыныс аламыз. Оң жақ қапталмен қолды алдыға айналдырамыз. Жүгіру жаттығын бастаймыз. Толық жазамыз қолды. Мейрамбек, жарайсың. Абылайхан, жарайсың. Жақсы. Аяқтаймыз. Жүгіреміз. Келесі жаттығу. Қол кеуде түсі алақан тізеге тегіземіз. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Жақсы, жақсы. Яс, жарайсың. Жамбаста өкшені тегіземіз алақанға. Денен төгістаймыз. Омар, жарайсың, жақсы. Аяқты алдыға сермейміз. Артқа шалқаямыз. 1, 2, 3. Абылай, басын қатты шалқайтпа. Жылан тәрізесі жүгіреміз. Жылан тәрізесі алаңда айналып жүгіреміз. Жақсы, жақсы. Мейрамбек, жарайсың, жақсы. Араға шықтық сақтаймыз, оқушылар. Жүгіреміз. Жүгіру толығым аяқталды. Тынысты қалыпқа келтіреміз. Өкше жоғары көтереміз, дем аламыз.
Қайталаймыз. 1, 2. Жақсы, араға сақтаймыз. Bir қатарлы саптан төртлекке бөлінуге дайындал. Орында тоқта. Класс. Орнында адым. Бас. Sol аяқ. Sol аяқ. 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 3. Sol аяқ. Sol аяқ. Класс. Тоқта. 1, 2. Класс. Түзел. Тек тұр. Жартылай. Солға. Жалпы дамыту жаттығуларын бастаймыз. Қол белде. Аяқ екі көлемді ашамыз. Басты. 1-ді 2 оңға, 3, 4 солға. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолды иыққа қоямыз. Шынтақты алдыға және артқа айналдырамыз. 1, 2 алдыға, 3, 4 артқа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу толығымен аяқталды. Тынысты қалыпқа келтіреміз. Қол жоғары көтереміз, терең дем аламыз. Қолды айқастырамыз. 1, 2, 3. Жақсы, аяқтаймыз. Жартылай. Оңға. Оңға. Жинақтал. Сол жақ қапталмен бірінші қатарға адым бас. Класс. Орнында адым бас. Сол аяқ. Сол аяқ. 1, 1, 1, 2, 3. Бастауыш. Оң аяқ адым бас. Bir қатарлы саптан екілекке бөлінуге дайындал. Класс. Орында тоқта. Бірінші қатар солға. Екінші қатар оңға. Қол созамыз, араға сақтаймыз. Созамыз, араға сақтаймыз, ашыламыз. Бірінші және екінші қатар. Bir қадым артқа. Бас! Оқушылар, бүгінгі сабағымызда жаттығу бастамас бұрын ең алдымен қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Арақашықтық сақтаймыз. Және жаттығу барысында бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Осыны басты назарда ұстаймыз. Түсінікті ма? Ең алдымен баскетбол үшін тұрысымен тұрамыз. Доп кеуде тұста, аяқты ашамыз. Және бүгінгі жаттығуымыз допты оң қолмен және сол қолмен алма-кезек соғамыз. Жаттығуды қараймыз не? 1, 2 сол қол, оң қол, сол қол. Оң қол және сол қол. Осылай жалғастыра береміз. Түсінікті ма? Келесі жаттығу оқушы бастап қалыпта баскетболшы тұрысымен тұрамыз. Ендігі жаттығу допты оң және сол қолға алма-кезек ауыстырып жасаймыз. Қараңдар. Бірден. Жақсы, Абылай жақсы. Қолың соз. Қолың соз, Расул жақсы. Қатты еңкеймейміз. Жарайсыңдар, жақсы. Оқушылар, келесі жаттығуымызға көшпес бұрын алдымен екі қатарда бірінші және екінші қатар 3 қадым артқа бас. 1, 2, 3. Жақсы. Оқушылар, жаңағы бірінші жасаған жаттығуларымызды енді қозғалыста іске асырамыз. Ол үшін допты оң және сол қолмен алма-кезек жүру барысында орындаймыз. Қараймыз не? Жаттығуды бастаймыз. Жақсы, Мейрамбек жарайсың. Абылайхан жарайсың. Диас, араға сақта. Оқушылар, жаңа жаттығуды барлықтарың толық бір ауыздан атсалтып жақсы жасадыңыздар. Енді келесі жаттығуға көшпес бұрын
Жалпылай сендерге сұрақ, баскетболмен айналысқан кезде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Оқушылар кім айтады? Ағай, мен айтсам бола ма? Айта ғой. Ең алдымен тәртіп сақтауымыз керек және баскетбол ережесін меңгеруіміз керек. Жарайсың, Мейрамбек, жақсы. Оқушылар, бізде келесі жаттығу допты кеуде тұстан әріптеске беру. Ол үшін допты екі қолмен қысып ұстап, допты кеудеге жақындатамыз. Аяқты екі көлемді ашамыз. Допты бермес бұрын сол аяқ бір қадам алдыға шығып, қолды жазу арқылы әріптеске кеуде тұстан береміз. Жаттығуды бастаймыз. Міне қараңдар. Бір. Жаттығу түсіпті ғой. Жақсы. Жақсы, қол созамыз. Мади, қол созып береміз. Омар, басты бұқпаймыз. Араға сақтаймыз. Қауіпсіздік ережесін сақтаңдар, қыздар. Дилназ, топты дұрыстап бер. Жоғары емес, кеуде тұстан бер. Кеуде тұстан тура береміз. Оқушылар, жарайсыңдар, жақсы. Оқушылар, жаңағы жаттығуды дұрыстап жасадық. Барлықтарың белсенді қатыстыңдар. Енді келесі жаттығу допты қағып алу. Оқушылар, маған назар аударасыңдар. Қараймыз. Допты екі қолға ұстап, кеудеге қысамыз. Тізені бүгеміз. Тізені бүгу арқылы әріптеске допты созып, допты лақтырамыз, қағып алады. Қайттан. Осылай жаттығу жасаймыз. Секіріп қағып аламыз. Тізеге бүгеміз. Нұрсаят, жарайсың, жақсы. Диназ, биік бер допты, биік бер. Шұғыла, жақсы. Негізгі бөлімдегі жаттығуларымыз аяқталды. Екінші қатар. Бірінші қатарға адым бас. Екінші қатар. Айнал. Сап, оңға. Жинақтал. Бастаушы. Оң иғалға адым бас. Сап, тоқта, орында. Солға. Жел. Тіктір. Оқушылар, қазір баскетбол ережесімен ойын ойнаймыз. Ойын ойнау барысында бүгінгі сабақта баскетболдан үйренген жаттығулар мен әдіс тәсілдерді қолдана отырып, екі топқа бөлініп, баскетбол ережесімен ойын ойнаймыз. Түсінікті ма? Жақсы. Олай болса, бірінші, екіншіге санал. Екінші, бірінші санақ болу емес. Жел, тәктір, бірінші топ, бір қадмалға бас. Бірінші топ, алаң оң жағына. Екінші топ, сол жағына. Аяқ қол босатып, тыныс алып, жай жүріп келеміз. Орында, тоқта. Солға. Жел. Тік тұр. Еркін тұр. Оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындай келе, сіздерге сұрақ, бүгінгі сабақ барысында қандай қиыншылықтар кездесті? Бұл сабақта баскетбол ойыны көп жаттығуларды талап ететін ойын екен. Жақсы. Оқушылар, келесі сұрақ, бүгінгі сабақта не түсініксіз болды? Кім айтады? Мен. Бүгінгі сабақта барлығы түсінікті болды. Мен алдағы уақытта барлық сабаққа белсенді қатысып, алда мықты спортшы болғым келеді. Жарайсың, Нұрсаят, жақсы. Оқушылар, бүгінгі сабаққа барлықтарың белсенді және жоғары деңгейде қатыстыңдар. Барлықтарыңа рахмет. Сендерге үйге тапсырма, күнделікті таңертеңгі бой жазу жаттығуларын міндетті түрде орындаймыз. Түсінікті ма? Сабақтан сау болыңдар.